Қырғызстандық арт суретші Азамат Жаналиев сіздің суретіңізді салу үшін не бір елдің президенті немесе атақты танымал адам болуыңыз шарт. Ош қаласындағы суретшінің көрмесінде осыған көз жетті. Бұған дейін Азамат Ресей президенті Владимир Путиннің, бұрынғы қырғыз басшысы Алмазбек Атамбаевтың, тағы Шешен Республикасының бұрынғы президенті Ахмад Хаджи Кадыровтың, Моңғолияның бұрынғы президенті Халтмагин Батулганың суретін салып сыйға тартқан болатын. Өз кезегінде Моңғолияның бұрынғы президенті оған қоладан жасалған жауынгердің мүсінін сыйға тартқан еді. Ал Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның портреті әлемдегі шеге мен жіптен салынған ең үлкен арт сурет. Ол әлі сыйға тартылған жоқ. Ош қаласындағы көрмеде біз бұл суретке бірінші куә болдық. Тайыптың суретін Азамат 70 мың шеге қолданып 7 ай бойы салған. Бұрын мұндай арт суреттерді иелеріне сыйға тартса, бұл жолы Түркия президентінің портреті арқылы суретші рекордтар кітабына кіруді мақсат ұстанған екен. Тағы бір сөзінде бұл түркі әлемін қолдаудағы басты мақсат деп қалды. Негізгі мақсаты бір мың бір адам екен. Бір мың деген ол бір шеге, бір шеге бір адам. Bir adam екен. Жіп аларды біріктіреді. Ердоғанды мысал үшін портретіне 70 мың кетті ғой. Демек 70 мың адам лидер бүткіл дүниелік адамдарды біріктіреді. Ынтымаққа шақырады екен. Айтқандай 5 адам басқа, білек бір. 5 салсақ басқа, білек бір. 5 адам басқа, білек бір деген жағы түсінік. Айтпақшы, оның қоржынында император Петр Бірдің де суреті бар, бірақ оны суретші кімге сыйға тартқанын біз білмедік. Ал Қырғыздың бұрынғы президенті Алмазбек Атамбаевтың суретіне қатысты Азамат президент аппараты жетекшісінің бұрынғы орынбасары, экс-президенттің кеңесшісі Икрамжан Илмяновқа қарсы 2018 жылы ұлттық қауіпсізге арыз жазған. Кейін оны қайтарып алған. Арызда Атамбаевтың суретін Илмяновқа $10 мың сатқан, бірақ тек $2500 ғана алғанын айтқан. Илмяновты қалған ақшаны бермей алдап кетті деп айыптаған. Ал қарсы тарап суретші бұны сыйға бергенін, ақша жайында ешқандай әңгіме болмағанын айтады. Суретшінің қоржынында әлемнің атақты футболистері және Біріккен Араб Әмірлігінің шейхтері де бар. Дегенмен әлем классигі атақты жазушы Шыңғыс Айтматовтан айналып кетпеген. Ал Азамат Жаналиев ең үлкен арт-портрет Режеп Тайып Ердоғанның суретін өзіне сыйға тартама. Өз кезегінде Түркия президенті оған не сыйлайды деп ойлайсыз? Ал Қазақстан президенті Тоқаевтың суретін қашан салады деп ойлайсыз? Бір картинаны қанша күнде жасайсыз? 2 жұма. Қашан бері жасап жүрсіз? Қанша картинаны? 12 жыл болды. 12 жыл болды. Бүгінді 100-ден ашық картиналар